Келесі қарастыратын сабақ ол бізде тең үдемелі қозғалыс. Тең үдемелі қозғалыс ол бізде бір қалыпты емес қозғалыс түріне жатады. Егер де біз бір қалыпты қозғалысты еске түсірсек, осы жерде бізде жылдамдық деген шамамыз тұрақты болды. В константа. Яғни әр секунд сайын біздің мысалы денеміз белгілі бір нақты жолға жүріп тұрды. Мысалы 2 метр секундына. Ол бізде тұрақты. Енді егер де бір қалыпты емес қозғалысқа керсек, ол мысалы егер де бастапқы кезде 2 метрді жүрсе 1 секундтың ішінде, содан кейін оның жолы мысалы өзгеріп отырады. 1 секундта 5 метр жүрді, 3, 2, содан кейін мысалы тіпті 7 метр 1 секундта өтуі мүмкін. Яғни ол бізде бір қалыпты емес қозғалыс деп аталады. Енді тең үдемелі қозғалысқа егер де оралсақ, осы жерде оның атауы өзі оның мағынасын айтып жатыр. Тең үдемелі қозғалыс. Яғни біздің жылдамдығымыз белгілі бір нақты шағымаға өзгеріп отырады. Егер де мысалы бір қалыпты қозғалыс кезінде бізде жылдамдық нені көрсетті? Қаншалықты біздің координатымыз мысалы тез өзгеріп жатқан, яғни x минус x0 немесе дельта x бөлінген уақытқа. Кейбір кездерде дельта t деп жазады. Ол координатаның немесе жолдың шапшаңдығын көрсеткен болатын. Енді осы жерде біздің жылдамдығымыз өзіміз өзгеріп жатыр. Сол себепті бізге тағы да бір шама керек, ол бізде үдеу. А әрпімен белгілейді. Осы жерде соңғы жылдамдықтан азайту керек біз бастапқы жылдамдықты бөлінген уақытқа. Яғни дельта v бөлінген дельта t. Яғни ол нені көрсетеді? Егер де астымызда уақыт болса, ол жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын көрсетеді. Өзгеру шапшаңдығы. Және де осы жерде тең үдемелі қозғалыста біздің үдеуіміз тұрақты болып табылады. Яғни А константа. Ал бір қалыпты қозғалыс кезімізде бізде жылдамдық тұрақты болған болатын. Яғни айырмашылығы осы жерде. Енді осындай бір мысалды қарастырайық. Бізде мысалы BMW X5 делік. Ол мысалы 15 метр секундқа, 15 метр секундқа ол мысалы бір орыннан тұрып, мысалы біздің көлігіміз бір орында тұрып 15 метр секундқа дейін мысалы неше делік? 3 секунд ішінде 15 метр секундқа ие болады. Яғни біз таба аламыз әр секунд сайын оның жылдамдығы қаншаға есе өзгеретін. Яғни әр секунд сайын ол бізде 5 метр секундтан қосып отырды. Яғни бірінші секундта 5 метр секунд, екінші секундта 5 метр секунд, үшінші секундта 5 метр секунд, и соңында бізде 15 метр секундымыз шықты. Яғни сол үшін біз не істедік? А теңделік біз соңғы жылдамдықтан азайтамыз бастапқы жылдамдық. Егер де ол өз орнында тұрса, демек оның бастапқы жылдамдығы 0-ге тең деген сөз. Минус 0 бөлінген 3. Яғни 15 метр секунд бөлінген 3 секунд бізде береді 5 метр секунд квадратына. Яғни ол нені көрсетеді? Оның өлшем бірлігі. Біздің жылдамдығымыз әр секунд сайын 5 метр секундқа өзгереді. Осы мысал ретінде 5 метр, 5 метр, 5 метр секундына, ең соңында 3 секундтан кейін ол бізде 15 метр секундқа ие болған болатын. Ол бізде тең үдемелі қозғалыс болып табылады. Сәйкесінше бізде бар тең кемімелі қозғалыс. Ол дәл сондай қозғалыстың түрі, бірақ та енді керісінше біздің үдеуіміз тең кемімелі қозғалыс. Енді осы жерде де үдеуіміз болады тұрақты, бірақ та біздің жылдамдығымыз жоғарыламайды, керісінше төмендейді. Енді дәл осы BMW X5, мысалы біздің көлігіміз алдында тұрған мысалы қызыл шамды светофорды көрді. И ол тежегішке басады да көлік жүргізуші 3 секунд ішінде ол енді 15 метр секундпен келе жатса, енді ол оған бағдаршамның алдында тоқтайды. Яғни оның соңғы жылдамдығы енді болады 0. V0
15 метр секунд. Ал мынау жерде v 0 метр секунд. 3 секунд ішінде. Енді ол үшін үдеуді анықтайық. А тең, бізде қалай болды формула? V минус V0 бөлінген T, яғни 0 минус 15 бөлінген 3-ке. Бізде шығады минус 15 метр секунд бөлінген 3 секундына, яғни минус 5 метр секунд квадрат. Мынау жердегі минус таңбамыз, өйткені біздің үдеуіміз векторлық шама болып табылады. Біздің былтырғы сабақтардан сендер білесіңдер, бізде векторлық және де скаляр шамалар бар екен. Ол бізде векторлық шама болып табылады. И осы минус деген таңбамыз, ол демек кері бағытта бағытталған, яғни біздің көлігіміз жылдамдығы осы жаққа қарай бағыт алса, үдеуіміз кері бағытта бағытталады. Яғни ол оны төмендетеді, жылдамдықты. Яғни әр секунд сайын оның жылдамдығы енді 5 метр секундқа төмендейді. Яғни 1 секундтан кейін ол болды 10, содан кейін 5, и соңына келгенде, яғни тоқтаған кезінде оның жылдамдығы 0 болып кетті. Ол бізде теріс үдеу деп аталады. Осымен бізде бір қалыпты емес қозғалысты қарастырдық. Ол тең үдемелі қозғалыс, содан кейін тең кемемелі қозғалыс.